Хей, бәріңіз сәлем достар, сіздермен бірге мен Еркош Кезет. Мен бүгін достар жаңа Майнкрафттағы выживанымды жалғастыратын боламын. Бұл достар, короче, біздерде 8-ші бөлім. Ал достар, видео күткен болсаңыздар, сразу лайктарыңызды басып каналға тіркеліңіздер және комментарийлеріңізді жазып отырыңыздар. Ал достар, мен видеомды бірінші бастайын. Ал короче, достар, мен дейтін алдыңғы бөлімде ауылға барған болатын, яғни жетелдердің ауылына барған болатын достар, және сол жетелдердің ауылынан достар, мен дейтін осындай заттар тапқан болатын, осындай сәбіздер, нан және картоптар және осындай синалар тапқан болатын достар. Енді мен дейтін бүгінгі күнде достар, мінекей қараңыздар, осы видеоның алдында мен дейтін өзіме ақ қайың жинадым және осындай дубовый выревнежін жинадым достар. Короче, ағаштар жинап келдім. Енді бүгінгі күнде достар, мен дейтін өзімнің мына үйімді үлкейтетін боламын. Қазір достар, өзімнің үйімнің ішін тағы да кеңейтетін боламын ар жағына қарай. Сондықтан достар, қазір мен үйімді үлкейту үшін өзіме ағаштар алып алайын. Сондықтан мен дейтін алдыңғы бөлімдерінде осындай ағаштар жинаған болатын достар. Енді осы ағаштарымды алып алайын. Содан соң өзімнің үйімді үлкейтемін достар. Мен дейтін маған дейтін үй үлкейту керек достар. Әйтпесе менің үйім дейтін қараңыздар шамалы кішкентайлау сияқты. Сол үшін маған достар өзімнің үйімді үлкейту керек. Так, мына жақта тағы да ағаш қалып қойған жоқ па? Так, все достар, барлық ағаштар менде бар деп ойлаймын. Енді достар, дейтін өзімнің тапқан ақ қайыңдарымнан доскілер тапсайын. Так, бірінші иіс жауып қояйық. Зомбилер келіп қалып жүр осындай жаңбыр жауып қалған кезде. Так, короче достар, дейтін өзімнің осы тапқан ақ қайыңдарымнан осылай доскілер жасап тастайын. Березовый доска видеоның алдында дайындап қойдым. Мен дейтін бұл березовый достықтарды сол себептен достар, мен дейтін видео өйстіп ағаштарды сындырып қиналып отқанша бірден видеоның алдында дайындап қойын деп шештім. Сол себептен дайындап қойдым достар. Так, енді осылай ақ қайыңдарымның барлығынан осылай істеп тастайын. Осылай доскілер. Все, енді достар, мінекей дубовый бревнедан енді доскілер істеп тастайын осылай. Так, бізде так шамалысын қалдырайық осы дубовый бревнедан. Так, все достар, болды, енді осылар жетеді бізге. Так, достар, айтпақшы, мына бір саженецтарды достар бізге егіп қою керек үйіміздің қасына. Сол кезде біздің үйіміздің қасына ағаштар өсетін болады. Так, біз дейтін оларды осы жерге егіп қоя салайық достар. Так, бұл жерге емес достар, жоқ, бұл жерге емес. Так, оларды біз дейтін осы бір жерлерге егіп қоя салайық осы жерге. Так, және мына жақта ақ қайыңның саженеці бар екен достар. Осы ақ қайың саженецін де егіп қоямыз. Үйіміздің қасына ағаштар өсе берсін. Так, достар, біз дейтін мына егіндеріміз өсіп қалыпты, енді өсе берсін енді достар. Бұларды кейіннен жинап аламын. Так, достар, маған дейтін енді үйімді үлкейту керек маған дейтін осы бөлімде. Так, енші мен дейтін үйімді салып бастайын. Әуелі мен дейтін бүйтіп ағаштарымды алып алайын да сосын сала берейін. Так, енді маған дейтін үйімді тағы да үлкейту керек осылай. Так, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6 блокқа осылай көтеру керек. Так, мына жерге дейтін бізге дейтін так былай қоямыз. Так, осылай және осылай қоямыз. Так, все. Болды достар, енді так мынаны осылай алып тастаймыз. Так, болды достар, енді так енді біз былай істейміз. Үйіміздің ішін тағы да екінші бөлме қылып істеп жатыр. Үйімізге екінші бөлме қылып істеп жатырмыз дейтін, осындай жай істеп жатқан жоқпыз. Просто бізге дейтін үйді үлкейту керек үшін сол кезде ғана біздің үйімізге заттар көп сиятын болады. Так, тапсаймыз осылай. Так, осылай қойып тастаймыз. Енді мына дубовый бревнаны қойып тастау керек енді. Так, осылай 2, 3, 4 блокқа көтердік. Так, және тағы осылай. Так, өйстіп салып тастау керек біз дейтін. Так, осылай салып тастаймыз. Так, енді осылай көтеріп тастаймыз. Так, енді осылай салып тастаймыз. Болған сияқты деп ойлаймын. Енді так жауып тастаймыз осылай біз дейтін. Так, осылай жауып тастаймыз. Сосын yanında осылай көтереміз. Так, 1, 2, 3, 4. Так, осылай көтеріп тастаймыз. Так, енді мына жақтан да мына дубовый бревнаның көтеріп тастау керек. 2, 3, 4. Все, енді ақ қайыңдарымызбен осылай жауып тастай берсек болады. Так, енді так. Достар, мен дейтін бұл бөлмеге алдыңғы келесі бөлімдерінде достар дейтін зачарованный стол қоятын боламын. Сол себептен достар, мен дейтін мына жеріне ешқандай терезе қоймаймын, ешқандай стекло қоймаймын. Осы жеріне мен дейтін келесі бөлімде достар осы жерге зачарованный стол қоятын боламын. Және сол зачарованный стол қою үшін маған дейтін достар книжный полкалар керек. Олардың барлығын жинау үшін маған дейтін мынандай сахарный тростниктер және маған жануарлардың, яғни малдардың, сиырлардың терілері керек. Менде ол терінің қанша бар өзі үйімде? 10 шақтысы бар достар. Короче, 10-нан асып кеткен, әйтеуір 15-і, жоқ 15 емес енді. 12-сі сондай бар әйтеуір, короче достар. Так, сондай әйтеуір. Ондай көп емес енді. Солардың барлығына маған дейтін кітап жасау керек және сахарный тростниктерден маған дейтін сосын не жасау керек? Сол қағаз жасау керек және қағазбен
теріні қосқан кезде біздерде дейтін кітап пайда болады, және кітаптарды қосамыз, және ағаштарды қосқан кезде біздерде дейтін не пайда болады, андай кітаптар, ойбай, книжный полкалар пайда болады. Так, енді достар, дейтін көп сөйлеп кеткен сияқтымын. Енді осылай үйімнің крышасын жауып тастай берейін. Так, достар, короче, мен сіздерге айтарым, мен дейтін 2-3 күндей достар видео шықпай кетті. Вообще видео шығаруға вообще қол тимей кетті достар, енді уақыт болмай кетті видео түсіруге. Мен дейтін видеоны күнде салып жүредім, енді уақыт болмай қалды достар, 2 күнде уақытым болмай қалды. Енді короче, үйдегі тіршілік шаруалар болып қалды, сол себептен достарым дейтін видео шығара алмай қалдым енді. Так, достар, сіздер болсаңыздар осы видеоға лайктарыңызды басып отырыңыздар, және комментарийлеріңізді жазып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Так, біздің YouTube каналымызда активті күтіп тұрсаңыздар достар, YouTube каналының дамуына үлес қосыңыздар. Қазақ YouTube'ның дамуына үлес қосып, бәріміз бірге осы менің YouTube каналымды бірге дамытайық достар. Сол кезде дейтін сіздер үшін қызықты видеоларды шығаруға тырысатын боламын, осындай видеоларды. Так, осылай салып тастаймыз. Достар, короче, менің үйімнің қасында зомби жүрген сияқты, мен дейтін зомбидің досын естіп тұрмын. Так, мынаны алып тастайық біз дейтін. Так, мынаны алып тастау керек. Так, все достар, болды. Енді үйіміздің ішіне қарай түсу керек. Қазір сыртына қарай түсетін болсақ, бізді зомби өлтіріп тастауы мүмкін. Так, хоп, все, өйстіп ішіне түстік. Енді так, мына жерін жауып тастау керек бізге. Так, болды достар, енді бізге дейтін достар, так, неққа кіріп шығатындай қылып есік жасау керек достар. Так, оны қалай істесек болады? Так, жарайды, не істеймін, бір стекло сындырып жіберейік бәлде. Так, ё-моё достар, мен білмей тұрмын что-то. Так, давайте бүйтейік достар біз дейтін. Так, қалай істесек болады? Так, жарайды достар, осылай істей салайық дейік. Осылай. Так, достар, мына печкамызды қазір жылдан алып тастаймыз. Так, ішінде еттер пісіп болыпты. Так, мына киркамен печкамызды сындырып тастаймыз. Болды достар, енді біз дейтін осы жерге есік қоятын боламыз. Әуелі бізге ұйықтап алу керек достар. Ұйықтап болған соң барып біз дейтін өзіміздің үйіміздің ішін әрі қарай екінші бөлмесін тағы да толықтыру керек, яғни істеу керек дұрыстап. Так, өзіміздің осылай ағаштарымызды аламыз. Так, бізге дейтін енді достар лопата керек қой, күрек, яғни біз дейтін ол күрекпен қазір мына жерлерімізді, яғни пол салу үшін бізге қазір мына жердің полын салу үшін, үйдің полын бізге дейтін осылай жерлерді алып тастау керек, өйткені жерлер бізге кедергі жасайды достар. Кедергі жасайды дегенде ешқандай кедергі жасамайды, просто үйдің полы дейтін біртүрлі көрініп тұрады жермен дейтін. Сол себептен мен дейтін осы лопатамен жерлерді алып тастайтын боламын. Үйдің полын осындай дубовый бревнаның доскаларымен жалып тастай берейін достар. Сәйкестік болып тұра берсін достар, үйлесіп тұра берсін, бірдей болып барлық жағы да үйдің. Так, енді осылай салып тастаймыз. Қазір мына жердің полын алып тастаймыз достар. Так, өстіп алып тастаймыз. Так, қазір біз дейтін достар мына жерлердің барын алып тастаған соң мен дейтін өзімнің видеомды жалғастыратын боламын. Так, достарым, дейтін жерлерді алып тастадым. Енді ойбай, бұндай ағаштар емес достар, бізге дейтін андай дубовый доскалармен салып тастау керек үйдің полын. Так, достар, біздің үйіміздің сыртында зомби әлі жүр, үстінде бронясы бар зомби екен. Кожаный бронясы бар зомби жүр біздің үйіміздің қасында. Жарайды достар, қазір біз оны өлтіреміз. Әуелі біз дейтін мына жерді салып тастау керек полды. Ой, білейін достар, мына жерге қойылып кетті бізде ағаш дейтін. Так, осылай істеп тастаймыз біз дейтін. Так, ой, мына жерге қойылмай кетті. Так, осылай салып тастаймыз. Так, енді осылай және осылай салып тастаймыз. Так, осылай. Так, ой, мына ағаштар просто қис қойылып кетіп отыр. Дұрыс қойылмай, дұрыс басылмай жатыр менде дұрыс. Так, енді тағы да достарымызды аламыз. Ол бізде жетеді екен әлі достар. Бізде әлі 3 стактай бар екен осыдан кейін. Так, достар, мен дейтін келесі бөлімде осы бөлмеге достар зачарованный столымды қоятын боламын енді. Себебі мен дейтін зачарованный стол жасауым керек өзімнің заттарымды зачаровать ету үшін достар. Менде лазуриттер бар достар, енді зачаровать ететін не керек маған заттар. Так, менде алмазды кирка бар бір жақсы, мен оны зачаровать етуге болады, яғни бірақ менің өребенім әлі 27, 30-шы өребенге дейін көтеру керек достар. Так, достар, мен дейтін үйімнің полын және крышаны жауып тастадым. Мен достар ішке ой, қатып қалды достар, кешірім сұраймын менде. Так, достар, мен дейтін үйімнің полын және крышасын жаптым. Мына жерлерге достар бізге стекло қойып тастау керек, стекло керек енді бізге. Так, осындай стеклолар керек. Так, әуелі біз дейтін бүйтейік достар. Сындып тастайық, осылай қойып тастайық, болды достар. Енді бізге дейтін так стекло бар ма бізде? Так, бізде дейтін осындай стекло. Достар, бізде дейтін мінекей 8 стекло бар екен, осының барлығынан стеклянный панель жасап тастау керек бізге. Так, қанша стеклянный? Достар, біздерде
18 стеклянный панель шықты достар. Енді осыларды қойып тастаймыз біз дейтін. Так, өстіп қойып тастаймыз. Және осылай және осылай қойып тастаймыз. Так, бізге дейтін так нежетті үлкейту керек достар. Терезесі кең болсын. Терезе дейтін үлкейіп тұрсын, яғни так осылай істеп тастаймыз. Яғни да тағы осылай 3 блок 4 блоктан тұрсын тереземіз. Так, ұзынан бойы 4 блок. Так, все достар, болды. Енді достар келесі бөлімде нешке енді уақыт болып жатса, уақыт болғанда енді осы жерге жачөрмен стол жасайтын болам енді. Ол үшін бізге книжный полкалар керек достар. Так, енді достар дейтін верстагымды алып тастайын, верстагты басқа жаққа қарай қояйын достар. Так, енді бізде есік бар ма екен? Так, бізге есік бар ма екен? Так, әлде есік істемей қойсам ба екен достар? Есік жасайды істемей қойын. Тұра берсін, солай ашық тұра берсін. Өзіме кіріп шығуға не болады достар, оңай болады. Так, мен дейтін верстагты осы жерге қоям. Және печканы үстіне қоям. Болды достар. Так, енді мына өзіндегі угілді печкеге қайтадан салып тастайын. Болды достар. Так, енді менде қалып қалған бір ақ қайың дубовый доскілерден өзіме осылай жасап тастай берейін. Так, неқтіда осылай жасап тастай берейін. Так, болды достар. Болды достар, мен дейтін үйімді кеңейттім. Үйім үлкейді енді біршама. Так, менде дейтін яқты жер дейтін көп болып кетті, что-то не деген толып кеткен жер. Так, енді осылай өзіміздің ағаштарымызды салып тастай береміз. Сундыққа просто тығып тастай береміз. Енді так, осылай салып тастаймыз. Так, ойбай. Так, мына стеклоны біз дейтін не қылып қоямыз достар. Так, енді так осылай қоямыз. Так, біздің сундығымыз достар что-то толайын деп тұр деймін. Так, бізде де әлі қарны шотты жақсы болды достар. Айтпақшы достар, біздегі дейтін мына бір стеналар бар емес достар. Осы стеналардан бізге дейтін не жасап тастау керек достар, андай. Короче, пшеница жасап тастау керек бізге, пшеница, яғни өзіміздің жануарларымызға, малдарымызға беретін пшеница жасау керек. Так, бір стак шықты, болды достар, бір стак жетеді бізде. Ема зомби келіп тұр. Так, кетіп бар зомби. Так, достар, зомбиді өлтіріп тастаймыз. Так, хоппа, болды достар, зомби өлді. Бізге етін беріпті және кожаный бір нәрсені беріпті. Так, жарайды. Так, бізге дейтін сиырларды көбейту үшін бізге пшеницаны беру керек. Так, өстіп береміз. Так, все достар, енді қойларға береміз. Бізде де 3 қой болыпты достар, нормально. Так, все, енді қандай қой шығады екен? Сұры қой ма, ақ қой ма екен? Ақ қоз ма екен деген. Ақ қоз шықты достар, болды. Енді бізге достар, бізге тауыққа дейтін семена беру керек екен достар. Тауықтарға семена береміз, ал малдарымызға кәдімгідей пшеница береміз. Так, бізге дейтін семена бар ма екен өзі сундықта? Сундықта 5 семена бар екен достар, 5 семена. Нормально, 5 семена дейтін ол. Так, қазір осы тауықтарға береміз. Так, тауыққа береміз осы 5 семенаны. Бізде 3 тауық бар екен, береміз. Так, мынаған беріп тастаймыз. Болды, все достар, енді бізде тауықта осылай жеймен де көбейе беретін болады. Мынақты жұмыртқа туып достар біздің тауықтарымыз. Так, хоппана, так, бір жұмыртқа қойды мынақты. Так, есікті біз дейтін жаймен ашуымыз керек. Тауықтар шығып кетеді, ой. Так, достар, бізге дейтін есікті достап ашып жауы керек. Так, достап көреміз. Жұмыртқаны алып аламыз. Болды, все. Бізде енді 2 жұмыртқа бар достар. Так, қайтадан ашамыз, қайтадан жоқ қоямыз. Болды достар. Так, мына қойларға қайтадан берілмей ме екен әйтеуір достар. Так, тағы да беріле ме екен? Беріледі екен достар, все. Бізге дейтін қойларды өйстіп тағы да көбейтсаймыз. Так, мына сиырларға да тағы да беріп тастай салайын достар. Так, мынаған беріп тастайын. Так, все, енді мына сиырға беріп тастау керек. Так, мына сиырға беріп тастайын. Бұзауға беріп жетпін. Так, мына сиырға және так, ана бір сиырға беру керек достар бізге дейтін. Так, ойбай. Так, хоппа деп көрмейді дегенде басу керек бізге достар. Хоппа деп. Ладно достар, ішке кіріп беру керек бізге бұл пшеницаны. Так, қайсысы осы ма еді достар жаңа? Болды достар, осы екен, я. Так, осы екен. Все достар, бізде де мінекей сиырлар өйстіп жаймен де көбейе беретін болады. Қойларымыз да көбейіп жатыр. Тауықтарымыз осылай көбейе беретін болады достар енді. Достар, ағаштарымыз өсті, жайлы өсе берсін. Айтпақшы достар, бізде дейтін нәбәрі егіндерімізді алып түсіру керек. Өсіп өсті егіндеріміз дейтін. Так, пшеницалардың барын алсақ. Так, топырлап өсіп кетті достар біздің пшеницаларымыз дейтін. Так, көп болып өсіп кетті, нормально. Так, хоппа, өстіп егіп тастаймыз. Так, осылай. Және осылай егіп тастаймыз.
Так енді осылай егіндерімізді өсіп кеткен егіндерімізді алып тастайық. Сосын қайта егіп қоямыз. Сосын достар, мен дейтін келесі бөлімде енді не істейтінін білмеймін. келесі бөлімде зачарованный стол жасағанын көрсетейін бе екен, әлде соны түсірем бе екен. Короче, сөйтем. Одан кейінгі бөлімде өзімнің егінді жоқ достар. Келесі бөлімде мен дейтін зачарованный стол жасаймын, және зачарованный стол жасаған соң егінді үлкейтетін сияқтымын достар. Себебі менің егінімде тек қана пшеница емес, тек қана сахарный тростниктер емес. Сахарный тростник алуды ұмытып кеттім достар. Сахарный тростниктер дейтін бізге керек, айтпақшы. Осыларды алып кете салайын. Қанша бар? Ой, суға түсіп кеттім, ё-моё. Бізде қанша сахарный тростник бар? Бізде дейтін 10 сахарный тростник бар. Жарайды достар, осыларда бізге жетеді. Тауық дейтін не істеп жүр мен қорамда. Шығып кетейік қорадан. Ой, қорасы несі, ё-моё. Бақша деген достар. Егіндерімнің қасында деген қора деппін ғой, ё-моё. Мына тауықты достар не істесем болады? Шығар жер, не өлтіріп тастайын ба, әлде қораға кіргізіп жарайды достар. Мына қораға кіргізіп салайын тауықтың қорасы. Давай, кел, давай тауық. Мына тауықтарға да семена беріп тастайын. Көбейе берсін оларда. Мыналарға мына екеуіне беріп тастайын, және все болды достар, біздерде енді тауықтар көбейеді осылай. Болды достар, енді мен дейтін достар, осымен видеомды аяқтайтын сияқтымын достар. Енді мен дейтін достар, бүгінгі бөлімде өзімнің үйімді кеңейттім достар. Мінекей қараңыздар. Өзімнің үйімді мінекей кеңейттім, тағы да екінші бөлме қылып. Енді достар, екінші бөлмесіне біз дейтін факел қою керек. Бізде өзі факел жоқ сияқты достар. Әлде бар ма факел? Жоқ екен достар. Онда факелді жасап алайын онда менде. Менде деппін ғой. Маған енді факел жасап алу керек. Қанша факел? Өзімізге 8 факел керек. Болды, жасап алдық. Енді мына жаққа қойып тастаймыз. Мына жарық болып тұру үшін факелдарымызды қойып тастаймыз осылай. Мына жаққа да қойып тастаймыз. Бұрыш-бұрыштарға қойып тастаймыз. Болды достар, осымен дайын біздің екінші бөлмеміз. Өзі біздерде кеш батып барды достар, ё-моё. Жарайды достар, онда мен дейтін осымен видеомды аяқтайтын сияқтымын. Мен дейтін достар, бүгінгі бөлімде үйімнің екінші бөлмесін жасадым. Енді ол келесі бөлімде осы екінші бөлмеме зачарованный стол жасайтын болам. Ал зачарованный стол жасау үшін маған дейтін, короче, сахарный тростниктерден шамалы бір шамасы керек. Және маған дейтін осындай достар. 16 кожа бар екен достар. Осы 16 кожа және сахарный тростниктерді көп қылып жинау керек. Сосын сахарный тростниктерден бумаг жасау керек. Содан соң бумаг мен кожаны екеуін қосқан кезде кітап шығады. Сосын кітаптарды ағашты қосқан кезде бізге дейтін книжный полкалар көп деп шығатын болады. Жарайды достар, онда мен дейтін осымен видеомды аяқтайтын сияқтымын. Ең әуелі мен дейтін бірінші ұйықтап алайын. Содан соң барып мен дейтін видеомды аяқтай берсем болады. Достар, ұйықтап алдым. Енді осымен видеомды аяқтайын достар, мен дейтін. Короче достар, мен дейтін осымен видеомды аяқтайым. Видео ұнаған болса лайктарыңызды басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Және достар, мен дейтін келесі бөлімде айтқанымда зачарованный стол жасайтын болам. Және мына егінді де үлкейту керек бізге достар. Ал енді достар, осымен видео ұнаған болса лайкты басып, комментарий жазыңыздар. Және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Еркош KZ. Келесі кездескенше сау болыңыздар.